Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ашыған сүтпен де керемет дәмді жұп-жұмсақ болып пісетін бельгийский вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қантымызды салып, венчиктің немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араласқан массамыздың үстіне сүтімізді құямыз. Сүттеріңізді ірітіп алмаңыздар. Ашымаған балғын сүт болса да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып алған массамыздың үстіне құрғақ заттарымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, ванилинімізді салып, үшеуін араластырамыз. Ұнымызды 3-ке бөліп саламыз. Түйіршіктері қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай масса болады. Енді қызып тұрған вафельницамызға 1,5-2 қасықтан сала отыра пісіріп аламыз. Егер вафельницаларыңыздың көлемі кішілеу болса, 1 қасықтан салсаңыздар да болады, көлеміне қарай саласыздар. 5-7 минут көлемінде пісіреміз. Вафельницаларыңыздың түріне қарай одан жылдам пісуі мүмкін, қадағалап отырыңыздар. Беті кішкене қызарған бойда аламыз. Вафлилеріміздің бетінен қарағанда асты жылдамырақ піседі. Осылай кезек-кезек бір қалыпты етіп пісіріп аламыз. Біздің бельгийский вафлилеріміз дайын болды. Қарапайым үйдегі бар заттардан өте керемет болып, дәмді болып шығады. Әрі жылдам дайын болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамына қажетті заттарын, грамдарын барлығын описаниеда жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.